Армысыздар, Арайлы Арқалықтың көрермендері, құрметті жерлестер. Біз қазір Арқалық жылу энергетикалық компаниясының қызметкерлерімен кездесіп отырмыз. Ассалаумағалейкум. Алмас мырза, жалпы бұл жерде қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Сол туралы айтып жіберсеңіз. Биыл өздеріңіз естіп жатқандай водопроводтың құбырлары 25 километр айырбасталып жатыр. Соларды халық түсінбей жатқан шығар, су болмай жатыр. Оған бірінші очередьтен кешірім сұрап тұр. Ескі трасса мен жаңа трассалар бір-біріне қосып жатыр. Соған байланысты құбырларды переподключение дейді ғой, қайта қосу басталып жатыр. Жұмыстар жүргізіліп жатыр майдан бастап. Байдан бері қолайсыздықтар болып жатыр, оны көріп жатсыздар. Бұл манда міне қарап отырсаңыздар. Оператор көрсетіп жіберіңіз. 500-дік құбыр тартылған жаңадан. Бұның басы Османнан басталғаннан Торғай переезіне дейін. Қайырбековада қазір су болмағанда қазір жаңа трассыны ескі Горбачевон трассына қосып жатыр. Қозыбаева 5, 13, оның халықтарына бүгін қолымыздан келгенше қызмет етіп жатыр. Бүгін реті келсе, бүгін су беруге тырысамыз. Бүгіндікке айта келсек, енді бригадада қарамағымызда водопроводта 20 адам жұмыс істейді. Сол 20 адам 3 бригадаға бөлінеді. Бізде оның ішінде 3 мастер бар. Менің қызметтік нем начальник участка водопроводта қазір бір бригада Наурыздың трассасында жұмыс істеп жатыр. Кеше ақау жағдай болып, авария дейді ғой, сондай болып, сонда жұмыс істеп жатыр. Бір бригада техвадада не болып, ақау болып, соны жаңа бітіріп келді. Бітіргенмен әлі бірақ ешкім демалып жатқан жоқ. Қазір 3-ші бригада Қайырбекова жаңа Байтұрсынова онда қосып берді. Сусыз қалған қазір енді Қайырбекова 44-ке кетті. Ал үлгірмей жатқан жағдайда енді кешірім сұраймыз. Өздеріңіз көргендей жұмыс оңай емес. Міне жұмыскерлер молодцы. Не айтуға болады, өздері халықта көріп жатқан шығар, түнгі 1, 2, 3 таңға соққан күндерімізде болып жатыр. Оны түсіністікпен қарауға нетеміз. Бұл деген жақсы жағдай, бәлен жылдан бері айта кетсек, Арқалық құрылғалы бұндай күрделі жөндеу өтпеген. Бұл күрделі жөндеулер өтіп жатыр. Өзіңіз түсініп отырсыз. Енді жөндеу жүрген жерде өзі былай айтқанда техниканың өзін бір ремонтқа қояды ғой. Бұл да сондай бір бұл жақсы жағдай деп өзім нетемін. Өйткені қаншама биыл 25 километр айырбасталды. Алла бұйыртса келесі жылы тағы 13 километр. Енді халыққа да бір ескерте кететіні бар. 13 километр айырбасталғанда тағы осындай келесі жыл жазда тағы қолайсыз жағдайлар болады. Түсіністікпен қарауға сұраймыз. Бұл жаңа қолайсыздықтар уақытша ғой, Алмас мырза? Уақытша, бұл қолайсыздықтар уақытша. Халықта қан қосу өздері жүріп жатыр қанатымызда. Атек жұмыс істемейді, нетпейді деген. Оны біздің өзі ішімізде жүрген адамдар ғана түсінеді. Халықта сөз бар ғой. Бойцы невидимого фронта деп. Сол осы мүмкіндігін айтқанда бұл Атек коммунальный служба, жалғыз Атекті айтуға қате болар. Бұл манда коммунальный службаның бәрі келеді. ЮПС-ті, істерді, Атекті біздің не жұмыс істеп жатқанымызда халық көрмейді. Өйткені біздікі осылай жердің астында көбінесе жұмыстарымыз. Халықтың суы, светі, канализациясы уақытында беріліп тұрған осы коммуналдың жұмыскерлерінің арқасы деп өзім ойламаймын, нақты айта аламын. Сеніммен айтасыз? Да. Алмас мырза, қазір сіз начальник учаскесіз, да? Қызмет атқарасыз. Құрметті көрермендер, көріп отырсыздар, Арқалық жылу энергетикалық компаниясының жұмыстарын көріп отырсыздар. Яғни қазіргі қолайсыздықтан кешірім сұраймыз әрине, дегенмен де болашақта бәріміз сапалы су ішеміз деп үміттенеміз және сенеміз. Кішкене сабырлы болайық. Мына жігіттерге мінекей жұмыс істеуге мүмкіндік берейік. Арқалығыңыз гүлдене берсін, бірлікте болайық. Алмас мырза, дәл қазір біз қай мекен-жайға келіп тұрмыз? Бұл жердегі мәселе неде? Бұл манда Горбачева 35-ке келіп тұр. Бұл манда мәселе, бұл үйге кіреберісте вот дейді, сол шіріп кеткен тұрған жағдайын өздеріңіз көріп тұрсыздар. Оператор көрсетіп жіберіңіз, мінекей. Темір шірген әбден. Көрдіңіздер ғой, неліктен Арқалықта суды жиі-жиі жаңағындай ақтай береді деген сұраққа мінекей мамандар жауап беріп жатыр. Шынында авария болып жатыр дәл қазір. Жігіттер жұмыс істеп жатыр.
мінекей көрсетейік ары қарай. Міне жігіттер жұмыс істеп жатыр. Күні түн демей мінекей. Осынша мінекей мында үлкен авария болған. Алмас мырза, өзіңіз кішкене қосып жіберсеңіз. Қазір бұл мында полиэтиленовый трубаға айбастаймыз. Алла бұйыртса тоже бүгін ертеңге қосуға тырысамыз енді. Бір күн запаспен алайық ертең деп. Бірақ жұмыс істеп қосуға тырысамыз әрине. Өзіміз қаланың үйінде тұрамыз, өзіміз білеміз. Халықтың қиналатыны расымен қазір сусыз өмір сүру қиын. Өйткені бәрінде автоматты кір жуғыш машина бар. Енді әжетханаға бару үшін де су керек. Қолымыздан келгенше тырысып жатырмық, қайталана берудің де қажет жоқ. Енді біз АТЭК ұжымы, басшылар бар, бәрі ешкім демалып жатқан жоқ. Қазір өзіміз біздің мекемеміздің зам директорын көресіздер, біздің директор мырза да қасымызда постоянно. Бұл кісілер біз кетпейді, бұл кісілер де кетпейді. Бәріміз де бір ұжыммен жұмыс істеп жатыр. Халыққа тағы айтамыз, шыдаңыздар. Жақсылықтың нышаны. Ай басталып жатыр бәрі. Ассалаумағалейкум аға, қазіргі кезде қандай авария болды бұл жерде? Бұл қай жер жалпы? Сол туралы айтып жіберсеңіз, не істеп жатсыздар? Мына жерде мынау қаладан шығып, Родина мен Ақбидай, Олимпийский Вастройға баратқан су Родинаға. Сол трасса жарылып, енді жаңадан бұлай қосып жатыр деп. Мына жерге залишка қоямыз. Сосын ертең мынадан жалғаймыз. Сосын қала шынып, қала Вастройларды суымен жібереміз қазір қосып қалыпты. Аты жөніңіз кім болады аға? Кім болып жұмыс істейсіз АТЭК-те? Менің аты жөнім толық Документ бойынша. Өзбекин Айтбай Үмітқалиұлы 1977 жылға осы АТЭК-те жұмыс істегеніме 16 жыл сварщик болып істеп келатырмын. Жалпы осы жұмыста қандай қиыншылықтар бар аға? Осы қиыншылық болады ғой, жеңілі де болады, жұмыс болғасын бәрі болады. Бәріне өзі төжеміз, көнеміз, өзіміз бала шағамызды асырап отырғасын. Қанша баланы асырап отырсыз аға? 4 балам бар қазір. Мектеп жасындағы балалар ма? Үлкенім студент, қалған үшеуі мектеп школға барады, Родинада оқиды. Аға, осындай авариялар түнде болса, сіздерді түнде шақырта ма? Қалай болады? Осы жұмыс барысын айтып жүрсеңіз, жалпы қала тұрғындары көптеген сұрақтар қояды бізге. Жалпы неге авариялар көп, неге суда жиі ағытады, сол туралы айтып жүрсеңіз жалпы. Енді ескі трасса болғасын жарылады да, сосын біз өзіміз қолдан келгенше істейміз сол ескі трассаларды. Авария түнде болса, түнде істейсіздер ма? істей береміз. Иә. Жақсы, түсінікті. Сіздеріңізге сәттілік. Мінекей, құрметті Арқалық қаласының тұрғындары, біз қазір құдықтың ішіндеміз. Мінекей, мындай жарылыс болып жатыр, жарылған, шіріп жатыр барлығы. Мынау құдықтың іші. Мінекей. Құрметті Арайлы Арқалық YouTube каналының көрермендері, біз тағы да бір авария болған жерге келіп тұрмыз. Қасымда АТЭК-тің участок бастығы Алмас мырза. Алмас мырза, қазір кезде бұл жерде не жасалып жатыр? Бұл жалпы қайда баратын құбыр, сол туралы айтып жүрсеңіз. Айта кеткенде енді военкоматтың қасынан переезге дейін жаңадан ауыстырылды деп айтты ескерттім. Сол енді переезден Наурыз трассасы деп аталады. Чугун 300-лік диаметрі 300-лік. Бұл Родинаның анау шетіне дейін барады. Сол енді айырбасталмаған жерлері уже құланы тозығы жетіп тұр ғой. Солар жарылып жатыр. Енді біз келесі жылға планға кіріп тұр. Биылша енді лаздап өтуге тырысамыз. Халықты сусыз қалдық әрине қалдырмаймыз. Сол лаздап түсіп кетуге тырысып жатыр. Өзіміз көріп отырсыз, сағат 6 әлі жұмыстың ортасына ғана жеттік. Өзімізге ақылыққа түсіп көрдіңіз. Мінекей, қолыңызды көріңіз. Жаңа мен құдықтың ішіне кіріп репортаж түсірген болатын. Бұл құбыр Родина және Новый Ақбидайды да қамтиды. Батстройды. Яғни бірнеше елді мекенді қамтиды. Қазіргі кезде бұл елді мекендерде су жоқ бұл қазір уақытша. Уақытша су өшіріліп тұр. Бірақ
қазір біздің ойымыз бойынша енді бәрін бірдей бере алмағанмен бөліп беруге тырысып жатыр енді қазір айтқанда. Қазір Родинада, Ақтбидайда су болуы мүмкін. Құрметті осы аталған елді мекендердің тұрғындары неге су жоқ, неге дұрыс берілмей жатыр деген кезде мінекей дәл осы жерде авария болып жатыр. Қазіргі азаматтар мінекей осы АТЭК-тің азаматтары күн-түн демей жөндеп жатыр. Тез арада жөндейді деп сенеміз. Мінекей көріп жатсыздар. Сабыр болайық, сабырлықта болайық, шыдамдықта болайық. Алып қосарыңыз бар ма, Алмас мырза? Алып қосарым енді мынау бізде кішігірім авариялар болып жатыр енді қаланың ішінде. Онда қолымыз босаған кезде жөндеуге тырысып жатыр. Бірақ енді жөнделмей қалған жерлеріміз де бар. Өткенде Инстаграмнан да өзімде көріп отырмын. Енді түсінемін халықты. Бірақ шыдамдылық танытыңыздар. Біз бір үйге, бір квартира деп, бір үй деп өте алмаймыз. Мұнда массовый жұмыстар жүргізіліп жатқаннан кейін сәл шағын аварияларды қазір енді кейінге шегеріп жатыр. Оның бәрі әдейі істеліп жатқан жұмыс емес, өзіңіз көріп отырсыз. Халықты айтады ғой, молшылықты бірінші таңдаймыз ғой. Қазір біз мұны маманды тастап бірнеше совхозды сусыз қалдырып, бір үйдің суын істей алмаймыз ғой. Соны сіздерде репортаж түсіргенде ескере кетсеңіздер, түсіністікпен мысалы, иә, біздің жұмыскерлер бос болып сағат 5-те үйлеріне кетіп жатса, халық ренжісе, мен түсінерім. Енді бұл манда жігіттердің заслугасын айта кетейін енді. Бұл манда соңғы рет майда выходнойда демалған шығар жігіттер. Содан выходной көрген жоқ, әрдайым. Бұл манда көріп жатқан кісілердің туыстары бар, таныстары бар. Енді олар енді мен өтірік айтып жатсам, ол кісілерден комментарияға жазуы мүмкін. Бірақ енді бұл кісілердің бала шағасы бар, несі бар, садиктен алу керек. Ол ештеңе қарап жатқан жоқпыз. Осы ситуацияны пайдаланып, жұмыскерлерінің үйіндегі жеңгейі бар, келіндеріміз бар, оларға да түсіністікпен қарауға сұраймын енді. Ол кісілер де ренжіп айтатын шығар үйінде. Бірақ сіздердің отағасыларыңыз халық үшін қызмет етіп жатыр. Рахмет, еңбектері еленеді деп ойлаймын. Құрметті көрермендер, ендеше бәрі түсінікті болса біз аяқтаймыз. Арқалығымыз гүлдене берсін. Аман болайық.